Taqribimiz buyruk ray, Türkçe emir kipi deb aytamiz. Emir kipi yıkınşaq jekешеде nöldük tılgada болады. Yani, misalga, yaz, jaz, gel, kel, duy, esti, gör, kör. Üçüncü jak jekеше, yani o degen кезде sın, sin, sun немесе сүн қосымшаларын жалғаймыз. Ол жазсын десек, o yazsın. Ол келсін дейтін болсақ, gelsin. Естісін, duysun. Görsün, görsün. Бұлардың бәрі алдында біз үйренген үндестік заңына сәйкес a болғандықтан сын, болғандықтан sin, u болғандықтан sun, болғандықтан сүн болды. Yani a немесе болатын болса, соңғы дауысты дыбыс онда сын, немесе i болатын болса, соңғы дауысты дыбыс мына жерде мысалға біздің мысалымызда sin, o немесе u болатын болса, мысалға біздің мысалымызда u бар, онда sun, соңғы дауысты дыбыс немесе болатын болса, сүн, мысалға бізде görsün. Екінші жақ көпше, яғни ол сіз болатын болса, ын, ин, ун, немесе үн қосымшаларын жалғаймыз. Мысалға, жазыңыз, немесе жазыңдар, жазыңыздар дейтін болсақ, yazın. Келіңдер, келіңіз, келіңіздер дейтін болсақ, gelin. Естіңіз, естіңіздер, duyun. Көріңіз, көріңіздер, көріңдер дейтін болсақ, görün. Ал егер біздің етістігіміз дауысты дыбыспен бітетін болса, онда yin, yin, yun немесе yün қосымшаларын жалғаймыз. Бұл жердегі екі дауысты дыбыстың ортасына келетін көмекші дыбыс. Мысалға, ойнайын, ойнаңыз, ойнаңыздар, ойнаңдар. Söyle, söylemek, aytu, söyleyin. Aytыңыз, aytыңыздар, aytыңдар. Oku, yun. Оқыңыз, оқыңыздар, оқыңдар. Yürü, жүр. Yürüyün. Жүріңіз, жүріңіздер, жүріңдер. Міне, a дауысты дыбыспен бітті, дауысты, o, дауысты дыбыспен біткендіктен yin, yin, yun және yün қосымшаларын жалғадық. Үшінші жақ көпше. Яғни, олар дейтін болсақ, onlar. Онда мына жердегі жекешедегі сын, син, сун, сүнге ларлерді қосамыз. Сынлар,
sinler, sunlar немесе sünler deymiz. Мысалға, yazсынlar. Бұл дауысты дыбыспен бітсе де солай болады. Өйткені с бізде дауыссыз дыбыс. Ойнасынlar. Gelsinler. Немесе дауысты дыбыспен бітсе сөйлесінler. Өзгермейді. Дуй, тыңдау, duysunlar. Олар естісін. Немесе okusunlar. Олар оқысын. Gör, көру, görsünler. Олар көрсін. Немесе дауысты дыбыспен бітсе де солай болады. Yürüsünler. Бұйрық айдың болымсызы, жалпы болымсыздар түрік тілінде болымсыз формасы ма және ме қосымшасын жалғану арқылы жасалады. Мысалға, сен дейтін болсақ, яз дедік қой жаңа. Жаз, я? Бұған ма қосымшасына келеміз. Нөлдік формада жазба, сен жазба. O, yaz, ma, sın. Siz deйтін болсақ, yaz, ma, yın. Siz жазбаңыз. Жазбаңыздар, жазбаңдар. Onlar дейтін болсақ, yaz, ma, мына сынды алып келеміз мына жердегі. Сынлар, олар жазбасын. Бұл маме. Мынау қалың дауысты дыбыс. Егер жіңішке дауысты дыбыс болатын болса, түбірде gelme. Сән gelme. Бұл нөлдік тұрға. Бұл жерде ештеңе жазбаймыз. Ол gelmesin. Siz gelmeyin. Олар gelmesinler. Siz деген кезде ын енді емес, йын енді жалғаймыз, таңдаймыз. Не үшін? Өйткені амен, мен бітіп тұр, яғни дауысты дыбыспен аяқталып бітіп тұр. Сондықтан ын емес, йын формаларын таңдадық. Кітаптағы мысалдарға қарайық. Lütfen tahtaya bakın. Өтінемін, тақтаға қараңыз. Bakın. Қараңыз, қараңыздар, қараңдар. Lütfen biletinizi gösterin. Өтінемін, билетіңізді көрсетіңіз. Көрсетіңіздер, көрсетіңдер. Бірақ бұл бір адамға айтып тұр, олай болса сыпайы түрде көрсетіңіз. Kemerlerinizi bağlayın lütfen. Belдіктеріңізді tağыңızдар. Өтінемін. Lütfen sağa yanaşın. Өтінемін. Sağa, оңға, yanaşın, жақындау. Бір жерге жақындау, жанасу. Қазақшадағы жанасу ғой. Бірақ бұл жерде әрине жол полициясы көлікке оңға тоқтаңыз. Жолдың жиегіне, оң жақ жиегіне тоқтаңыз деп айтып жатыр. Robotu yönet. Yönet, бұл да бұйрық рай. Robotты басқар. İleriye git. Қазақшада ілгеріге кет. Ілгері алды. Git негізі кету, бірақ бару деген мағынада да айтамыз. Ілгеріге жүр деген ғой енді, алдыға жүр. Sağa dön. Оңға бұрыл. Geriye dön. Geri, keri, art, artқа бұрыл. Sola dön. Solға бұрыл.